Мұраттың ақында айтпа болам, бізде ноғайда бейтіп айтады. Бұғады жайық болсаң, мүйізін ұстап, бұрап жық дейді. Соғысап, мен де Мұраттың яшау жолын айтпай, яратушылық жолын айтайым. Мұрат бастып, өзінің бірінші ятлауын, ол Гамза Жигілдиев редакцияда ішлейті еді, сойылларда. Мұрат оны бесік, шөліктен 2 ятлауын берген еді. Соларды о баспалап, Гамза Жигілдиев сезді, онан поэт болеяған. Көңілін көтерді, жылы сөздер айтты. Гамза Жигілдиев яшаудан тайғанда, Мұрат Әлібекұлы поэма yazdı, Turnalar деп. O poema бегәрі еді. Со заманда біздің атақлы yazушылар, әлімдер о поэманы оқып, сұқланып, Мұратты керкісімен ноғай адабият поэзиясынан шынтып, поэт келгенін білділер. Сол күннен алып Мұрат міне бізді өзін жаттауларымен сұқландырып келеді. Міне оның бірінші кітабы «Ес» деп аталған еді. Оның қайда екі мәнесі бар. Ессіз әдем туыл. Халықтың да есі бар. Біздің ой халық өзінің тарихы қайда қайғылы болса есіне сақлайды. Әдетлерін, ырымларын, жырларын есіне сақлайды. Егер есте жоқ болса, ол халық туы. Халық өзінің тілін сақлайды, әдетін сақлайды. Сонымен халық яшайды. Басқа халықтан немен айырылады халық? Өзінің әдетімен айырылады. Өзінің игі әдетлерімен. Әдетлерді біз сақламаға керекпіз. Есте yaşayan güller, қалған güller biz yaşayan güller. Есте қалмаған güller biz yaşamayan güller. Сонда екі мәнеді өзінің яратушылық жолында Мұрат көтереді. Есте жоймaya ярамайды. Соның үшін бізде Мұраттың бір ятлауы бар. Мінмейм ырялардың арбасына дейді. Міне о ятлау Мұраттың қасиетіне келіседі. Несі Мұрат өзі турады сөйлейтін адам. O bir teristlikti көрсе, талағынан тарсытып ортасына ярылайық болса, айтпай кетпейді. O тура көзін айтады. O басқалар болып, көзге мақтап, арттан пышақ тіремейді. Әлі бар бізде әдемлер көп, ырялар. Мұрат ырялардың арбасына мінсе де, олар өзінің жерін жырлатады, олардың жерін жырламайды. Бар ырялар. Міне, ноғайды қайтып айтады. Тарылы ердің тауығы дейді, етлі ердің мұшығы дейді. O ırya adamlar söyledi, kulu kaladı, özün atağını çıkarmaya çalışadılar. İğne olup, önedi, jip olup sinedi. Sondayları var. O sonday adamlarga Murat karşı turadı. Olar tüz yola salayak boladı. So özün knigасында, so yatlı bega iki orun tutadı o yaratışı yolunda. Sola yok Murat daha da onun masaklar rengini yaşayacaktı. O balalarga bağışlanған еді. O bala sonda girген жаттығылар, оның бұғы бесікпен келіседі. Бесікті шайқағанда солға олға шайқайды, тық-тық-тып сөйтсе, оның бұғы да соға келіседі. Балалар о ятлауларды тез үйренеді, тез тіліне келеді. Балаларға ятлау жазу бек қиын. Мұрат оны бек әрі о сорауды шешті. Несен, әлге ястар бізде аралас тілмен сөйлейді. Егер ана тілге, біздің туған тілге жат сөз қосылса, о таза болмайды. Сүтке қан қосылса, сүт таза болмайды. Міне әлге аралас тілмен сөйлейді. О да дұрыс туу. Міне ешек пен атты қосса, қатыр болады. Қатырдың баласы болмайды. Аралас тілмен сөйлесені ойларында біз келекте баларды ана тілсіз қалдырамыз, туған тілсіз қалдырамыз. Туған тілді сақлау керек. Оны жоймaya ярамайды. Сол сорауды Мұрат бегәрі көтеріп, сол sayalda Масақлар деген кітабын шығарды. О кітаптармен бала балаларды да мектептерде де пайдаланмау керек. Ана тілді өрлендірек болып. Мұраттың тағы да книга шықты, бір уыс, бір топырақ деп. Міне о кітапты оның сайлам кітабы ятулар кіргендер. Поэмалары бар. О кітап екеуін орын тұтады. Несін ер, енді жұмар, енді аяулы бізге ер болады. Несін ерде біз бақшада өстіреміз, теректі өстіреміз, жасылшаларды өстіреміз, малымызды бағамыз, ер солайды жұмард. Тағы жерге түкіреміз, таптаймыз, судар етеміз, ер бізді бәрет кешіреді. Біз күні өткен туады, ажал өткен өлсек те ер бізді бауырын алаяқ. Соның үшін бұл ерді сақлап бірі керек. Ердің аналығын өлтірмей ярамайды. Ер керекте балаларға біз оны қалдырмай керекпіз. Соның Мұрат соны көрсетеді. Әр адам бұл яшауды біз яшаймыз. Өлсек бір сынтас
калтырма керекпиз. Эми биз баарыбызды өлсөк топуракка элеякпыз. Биздин шөлүк бир уус топуракка көп болояк. Сонун китаптын аты экөөнүн ордун жашоодо тутады. Ана суу эң таза зат жашоодо. Суу баары кир зат тайдырады. Суу алал, суу менен биз өстүрөбүз, яслышаларды, баары затты суу болмосо эми жашап болбойт. Сонун үчүн сууду керекти жаштарга биз таза суу, таза аба, жердин аналыгын өлтүрмөй, жер калтырмаа керекпиз. Сонда экөө менеди Мурат өзүнүн жаратылышында көтөрөт соороолорду. Сонун үчүн бизде Мураттын жаратылышында бегиги зат бар. Міне экөөнүн ордун тутады. Жамалыкка жакшылык ар эремиси дейт. Жамалыкка жакшылык ар эремиси, жакшылык ар эремиси, жамалыкка жакшылык эр эремиси дейт. Кайда бизге ким жамалык этсе, биз жакшылык этип беребиз. Сондай маанеде Мурат өзү жаратылышында айтат. Сол себептен биз Муратка экөөн тагы да үстүрүктөр беребиз. Эми жашоодо көп күндөр болсун. Бизге дайым да бизди жаталарына суктандырып турсун.